Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге мен Алиасқар. Бүгін біз контекст туралы сөйлесеміз. Жалпы маған адамдар постоянно жазады: вот, Алиасқар, сенде қандай стратегия, сенде қандай сетап, сен қандай индикатор қолданасың? Бірақ менің айтатыным, стратегия 10%, ал қалған 90% ол контекст. Вот. И контекст туралы жалпы бүгін біз сөйлесеміз. Жалпы мен дневной контекстті қалай табамын, қандай таймфреймге қараймын и қай параларға қараймын. Сол туралы біз сөйлесетін боламыз. Ал бірінші айтатын зат ол Dixie. Dixie мен постоянно қарайтын зат. То есть Dixie болмаса мен ешқандай графикке қарамаймын. То есть бірінші мен қай жерге қараймын? Ол мен күннің басында Dixie'ні ашамын и уже 1 сағаттық, 4 сағаттық, 1 сағаттық таймфреймлерге қараймын. И уже одан кейін мен ақырын екі параға көшемін. Ол қандай? Евро мен фунт. Уже осы параларға көшіп қалған информацияны қараймын. Қараңыздар, тағы да қайталап кетейін, оны мен 100 000 рет қайталаған шығармын. Қандай ликвидностьті қараймын, қандай цельдерімді қоямын. Жалпы осы туралы сөйлесеміз. Сіздер білетіндей, мен бір ликвидностьті қараймын. То есть мен ешқандай имбаланс, ешқандай сессия қарамаймын вообще. Мен үшін ол конкретный зат ойнайтын, конкретный фактор ойнайтын, ол индусмент. То есть индусмент қалай пайда болады? Міне біз көріп тұрмыз, что хай обновился и осы лоу бізде индусмент болады. И осы индусмент шешілгенін мен күтемін. И уже, допустим, осы жерде шешілсе, мен осы жерден реакция күтемін да лонгқа кіре беремін. Қараңыздар, осы жерде екі ситуация бар. Допустим, біріншісі ол осыны игнорировать етіп, қайтадан лонгқа кетіп қалуы, ол бір. Екіншісі ол осы хайға бармауы. То есть обновление структуры жасамауы. Осы кезде мен қалай жасаймын? Негізі по шаблону менде стоп-лосс 5 пипс, ал take profit менде 20 пипс. То есть в общем менде 4 R. Вот. И мен үшін осы хайға қоюға обязательно емес, потому что баға осы шешілген соң, индусмент шешілген соң, осы жерге барып, допустим, осы зонаның ортасына дейін и уже разворот беруі мүмкін, смена характера. Сол үшін мен постоянно адамдарға айтамын: сіздер если индусментпен кірсеңіз, тейк профиттарыңызды осыған қоюға обязательно емес. Поэтому мен кішкентай стоп-лосс қолданамын, потому что осы жерге қою ол 100% нәрсе емес. Сіздер и так білесіздер, что трейдингті 100% істейтін стратегия жоқ. Ал енді қараңыздар, Dixie жайлы айтып кетсек, Dixie туралы көп адам білмейді екен. Қараңыздар, бізде, допустим, осындай график бар. Dixie, допустим. Қараңыздар, мынау Dixie болса, онда бізде евро мен GU шартовый болады. То есть каждый пара, долларға басталатын паралар, олар Dixie'ға қарайды. Ал егер доллар, допустим, міне біз көріп тұрмыз. Ал егер бізде USD екінші планда болса, міне, онда ол противоположно жүреді. Мысалы евро, одан кейін бізде мысалы фунт, олар қарама қарсы жүреді. То есть неге мен тек қана евро мен фунтқа қарамаймын? Қараңыздар, мен графикті ашқан кезде евро мен фунт көп шум болады. Сол үшін мен күннің басында мен тек қана Dixie'ге қараймын. Если ешқандай информация болмаса, онда мен графикті жаба саламын. Міне, осы сұрақ жаптық. Енді қараңыздар, мысалы қараңыздар, осы примермен көрсетіп жіберейін. Қараңыздар, осы жұманың басында мен айтқан болатынмын, что бізде цель ол осы дневной индусмент. Осы индусмент алынғаннан кейін бізде екі сценарий: ол продолжение тренда или, точнее, смена тренда, или обновление лоуа, продолжение тренда. Осындай біз логикамен бүгін сделканы алып шықтық. Қараңыздар, осы индусмент алынды бір күндік. Евроны қарасақ, бізде, допустим, 4 сағаттық таймфреймде осындай картинаны көріп тұрмыз. Қараңыздар, осы лоу обновить етілді, и мынау индусмент шешілді. 4 сағаттық индусмент шешілді. Қазір 1 сағаттық таймфреймді ашсақ, бізде осындай картина бар. Қараңыздар, осы индусмент шешілген соң, допустим, даже тот самый 1 сағаттық индусмент, біз осы жерден реакция беріп, қараңыздар, 5 минуттық таймфреймде бізде осындай картина бар. Индусмент шешілді, мынау индусмент 1 сағаттық. Реакция, тест и уже новости, да, біз полный шорт бердік. Неге баға қайтадан лонгқа кетті деп сұрасаңыздар, қараңыздар, неге десеңіздер, потому что Dixie ол бір күндік индусменті шешті, и оған уже коррекция керек, как минимум. Осы жерде бізде лоу обновление жасады. То есть осы лонг Dixie'да обновление лоуа болды. И дальше уже қазір, допустим, біз 1 сағаттық индусменті шештік. Міне. Вот, поэтому Dixie'ға қарау өте маңызды. Тағы да қайталап кетейін. Қараңыздар, мына жерде бізде, допустим, тренд, ол бір күндік таймфрейм Dixie'дағы. Мынау бізде обновление хая болды, мынау менде индусмент болады. И осы индусмент шешілгенін мен күтемін, и уже осы жерден мен сетап іздеймін. Сетап бермесе, онда мен осы трейдті өткізе саламын. Ал егер менде осындай жағдай болса, қараңыздар, осындай маған сұрақтар
постоянно түседі. Алиасқар, если менде, допустим, десе индусментті алса, ал егер евро менде SMT жасаса, мен қайтемін десе, дейтіндер көп. Қараңыздар, мен үшін ешқандай имбаланс, ешқандай SMT, мен оларға вообще қарамаймын. Маған настоящий истинный снятие индусмента керек. Допустим, осы снятие болмаса, онда мен оны жай өткізе саламын. Мен үшін үлкен фактор ол екі жерде снятие. Осындай снятие болса, мен уже ойлаймын, так, десе шешілді, и еврода шешілді, значит уже сделкаға кіруге болады. Все, басқа ешқандай зат мен қарамаймын. Потому что ең бастысы сіздің, допустим, істейтін затыңыз ол бір күндік 4 сағаттық таймфреймлерге қарап, күндік направленияны түсініп, и уже онымен жұмыс істеу. Басқа ешқандай нәрсе істеуге керек емес. Допустим, сіздерге месячный, там, годовой таймфрейм қарау, ол вообще уже, ол білмеймін. Сіз енді свинг там трейдер болмасаңыздар, онда ол сізге керек емес зат. Если свинг болсаңыз, онда жарайды, қарай беріңіз, хоть 10-летний, да? Вот, поэтому бізге самый главный ол бір күндік трейдті алып шығу болды. Ешқандай больше информация маған керек емес. Жұманың басында мен так қарадым, менде осындай жағдай болып тұр, менде так таргет, осы жұманың таргеті, менде осы индусмент, и осы индусмент шешілгенін күтемін. Все, осы жерге біз жұмыс істедік, и осы таргет шешілген соң четверг күні шешілді, и уже осы жерден біз коррекцияға жұмыс жасадық, евроны лонгқа ұстадық. Все, басқа ешқандай зат бізге керек емес, ешқандай зат біз қарамаймыз. Вот, и тағы бір сұрақ қараңыздар. Мысалы, осындай бізде тренд келе жатыр. Мынау 4 сағаттық таймфрейм дейік. И осы жерде менде 1 сағаттық таймфрейм. То есть осы жерде менде 1 сағаттық индусмент и 4 сағаттық индусмент. Қандай индусментке қарау қажет десеңіздер, қараңыздар, сізге осы жерде по-любому 4 сағаттық таймфреймге қарау керек. То есть қасында 1 сағаттық таймфрейм болса, оған қарауға қажеті жоқ, потому что 4 сағаттың индусменттің күші көбірек болады. Поэтому 1 сағаттық индусментті қарамай, сразу 4 сағатқа көше беруге болады. Все, басқа ешқандай айтатын зат негізі жоқ. Қараңыздар, міне бір күндік графикті ашасыз, так, и сразу қарайсыз, қандай сізде информация бар. Обновление хая болды, индусмент. Осы жерде де дәл солай, обновление слоуа, обновление хая, то есть индусмент, да, и все, басқа сізге ешқандай зат керек емес. Мен ешқандай больше заттарға қарамаймын, ешқандай зат маған қызық емес, потому что одан мен ешқандай фактор алмаймын, ешқандай заттарды, ешқандай польза беретін мен ешқандай факторларды ала алмаймын. То есть ең басты мен оны постоянно айтамын и постоянно айтатын боламын, потому что сіздерге көп адамдар кашаны үйретеді. Көп адамдар сізге ненужный, тупой информацияны береді. Оған қарау қажет емес. Сіздер көп білген соң үлкен профиттар жасай алмайсыз. Сіздер наоборот, каждый сделкадан қорқасыздар. Каждый моменттерден, каждый минутный свиптардан қорқасыз. Басыңызда каша болса, сіздер по-любому қорқасыздар. Каждый снятие барда, каждый 1 минуттық таймфреймге қарап, ой-ой-ой, обновление лоуа, хая, ол керек емес зат, ол басыңызды каша қылатын зат. Мен тек қана осы 4 таймфрейм қолданамын. Ол қандай таймфреймлер? 1 күндік, 4 сағаттық, 1 сағаттық. То есть осы таймфреймлерде мен индусментті табамын. Қандай индусмент? Ол осындай индусмент. Обновление лоуа болды, осы хай менде индусмент болады. Осы индусмент шешілмесе, допустим, осы индусмент шешілмесе, и дальше обновление лоуа жасалса, онда осы жерден индусмент осы жерге көшеді. Все, если индусмент шешілмесе, қайтадан обновление лоуа жасалса, онда индусмент осы жерден осы жерге көшеді. Болды. И уже тек қана шешілген соң мен сделканы күтемін. Басқа айтылатын зат жоқ. Уже индусмент шешілсе, допустим, мен уже ақырын 5 минуттық таймфреймге көшемін да, и уже өзімнің ТВХ-мды іздеймін. Болды. Басқа ешқандай айтатын зат жоқ. Болды. Ешқандай сессияға мен қарамаймын. Мен сессияны тек бір кезде қараймын. Ол қандай? Допустим, сіздер білесіздер, мен тейк профитімді осы лоуға постоянно қоймаймын. И уже, допустим, осы жерде маған Азия лоу, хай уже көмектеседі, чтобы тейк профитімді сол Азия лоуға қою, допустим. Болды. Осы кезде мен сессияларды қолдана аламын. Ал егер маған сделканы сағаттан, білмеймін, сағат 10-да, сағат түнгі 2-де берсе, мен сделканы ала беремін, потому что осы сделка, осы момент менде сетаппен болды. Допустим, осы жерде қараңыздар, внутренний индусмент алынды. Алынған соң бізде 1 сағаттық тест болды, и уже осы жерден мен 1 сағаттық индусментке стадым. Болды. Басқа айтатын ешқандай зат жоқ. Осы сделканы стадым сағат кешкі 9-дан сағат таңғы 8-ге дейін. То есть сізге көп информация білу қажет емес. Сіздер чисто вот, допустим, бір затты үйренсеңіз, допустим, вот так, бізде бүгін дикси графигі қандай?
Так, бізде бүгін цель. Осы индюсмент шешілген соң мен осы жерден уже график қараймын. Осы жерге уже будильникті қойып, графикті жапсаңыз, сіздер уже плюста боласыз. И уже осы жерден, допустим, осы жер шешілсе, евроға көшіп, допустим, еврода осындай картина болады. И все. Осы жерден сіз ТВХ іздейсіз, потому что осы индюсмент алынды, ол уже бір фактор. Осы снятиеден кейін сіздер 5 минуттық таймфреймге көшіп, ТВХ-ны іздейсіз. Болды. Если ТВХ бермесе, если ретест бермесе, онда осы трейд скип. И тағы да бір айтатын зат, мен күніне 2 стоп-лосс ала аламын. То есть ол қалай? Допустим, мынау снятие болды. И бір жерден мен бір стоп-лосс алсам, онда екінші стоп-лосс менде добивание идеи. Допустим, осы жерде мен аштым, и ол стоп-лосс болып қалды. Баға осы жерге барып, мен осы жерден қайтадан аламын, и баға уже кетіп қалуы мүмкін. То есть, если мен 2 стоп-лосс алсам, онда все, график жабамын. Басқа айтатын менде зат жоқ, ешқандай мен секретный там бірдеме қолданбаймын, ешқандай нәрсеге сеніп жүрмеңіздер, ешқандай скрытный, ешқандай мощный, ешқандай там грааль трейдинга деген. Сізге жеткілікті винрейт ол 60-50 болды. Тем более сіз если 2-3 ірірмен істесеңіздер, сізге 50% ол прибыльный, долгосрокта прибыльный болуға негізі жеткілікті. Понимаете? Вот, осыны түсінсеңіздер, сізде бүкіл проблемаларыңыз шешіледі. Ең бастысы ол контексті дұрыс талқылау. Дұрыс талқыламасаңыздар, сіздерде өте көп қателеріңіз болады. Алиасқар, неге осы жерде реакция бердік десеңіздер, қараңыздар, допустим, weekly таймфрейміне қарасақ, бізде мында обновление хая, осы что-то біз шештік, что-то не пойми, что. Дневнойда бізде сразу көріп тұрмыз, что осы жерін, кстати, біз стримда талқыладық. Міне қараңыздар. Шешілді, лоу обновить етілді, мына жерде индюсмент қалдырып кетті. Все, осы жұма біз оны шештік, и уже онымен жұмыс істедік. Болды. Больше ешқандай зат біз қарамаймыз. И осының ішінде негізі осындай тема бар. Ол не? Қараңыздар, допустим, мына жерде бізде мынау лоу, мынау обновление хая. Ал мынау ше, мынау ішіндегі не болды? Ол внутренняя структура. Мына жерде обновление хая болды, мына жерде внутренний индюсмент алынды. Сіздер көрген шығарсыздар, менде осы жұма осындай трейдтар болды. Мен оларды неге аламын? Негізі мен өзімнің чатымда адамдарға айтамын, что осы внутренний индюсментпен жұмыс істеуге негізі болмайды сіздер үшін, потому что ол өте опасный зат. Ол тек 50% істейтін зат. Если сіздердің қолдарыңыз үйренбесе, көздеріңіз үйренбесе осы затқа, онда сіздер по-любому оны аламайсыздар. Поэтому одан сақ болыңыздар деп айтамын. Сіздерге бір затты күту керек. Ол или обновление хая, или снятие индюсмента. Болды. Если снятие индюсмента болса, все, сіздер графикке кіре аласыздар. Осыдан кейін енді контекст туралы екінші бөлімін саламын деп ойдамын. Енді сіздерде сұрақтарыңыз болса, маған жекеме жазып шыға аласыздар, и осы екінші бөлімін мен жаза аламын. Ал енді басқа айтатын зат менде жоқ. Егер сізде сұрақтарыңыз болып жатса, осы жалпы контекст туралы сіздер маған жекеме шығып сұрақтарыңызды қоя аласыздар, и сразу уже екінші бөлімін мен жазып шығарамын. Сіздер бт жасасаңыздар, осы диксияға қарап жұмыс жасасаңыздар, онда барлығы сізде алла қаласа барлығы жақсы болады. Сонымен мен енді осы жерден тоқталамыз деп ойлаймын. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сұрақтарыңыз болып жатса, маған жекеме жаза аласыздар. И сразу уже екінші бөлімін мен алла қаласа шығарамын.